кинетикалык және беттегі потенциалдык қатынас энергия тақырыбында тақырыбындағы есептерді 1-9 шығарамыз. беттегі есептер 132 беттегі қатынас есепке дейінгі тақырыбындағы аралықтағы есептерді есептерді шығарамыз. шығару жолдары. Бірінші есепте берілгені биіктігі 7 метр үйдің төбесінен массасы 500 грамм сүңгі мұз үзіліп түсті. Мұз құлағанда ауырлық күші қандай жұмыс атқарады? Берілген жазаламыз H тең 7 метр, М массасы М деп белгілейміз 500 грамм және еркін түсу бізде 10 ньютон бөлінген килограммға тең. Бұл жердегі ауырлық күшінің жұмысын табуымыз керек. Есепті шығару үшін біз олардың өлшемділіктеріне қарай отырып халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. Бұл жағдайда 500 граммды килограммға айналдыратын болсақ 0,5 килограмм болды. Шешуінде біз қажетті формуланы жазамыз. Біздегі А тең ауырлық күшіне дейді. А деп отқанымыз 100, жұмыс тең F А деп отқанымыз ауырлық күші көбейтілген S. Бұл жерде ауырлық күшінің формуласы М G-ға тең. Сонда орнына мәнін қоятын болсақ, А тең М көбейту G көбейтілген S. Орнына сан мәндерін қойып есептейміз. А тең 0,5 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 7 метр. Бұл жағдайда 0,5-ті 10-ға көбейтсек 5 шығады, 5-ті 7-ге көбейтсек 35 шығады. 35 джоульге тең екен. Екінші есепте берілгені биіктігі 4 метр сынып бөлмесінде биіктігі 70 сантиметр үстел орналасқан. Үстел үстінде жатқан массасы 300 грамм кітапты 120 сантиметр жылжытқанда жасаған ауырлық күшінің жұмысы неге тең? Берілген бойынша жазаламыз H1 тең 4 метр, H2 тең 70 сантиметр, М тең 300 грамм және S тең 120 сантиметрге тең. Бұл жағдайда ауырлық күшінің жұмысын табуымыз керек. Есепті шығару үшін халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. 70 сантиметрді 0,7 метрге айналдырамыз. 300 граммды килограмм айналдырғанда 0,3 және 120 сантиметрді метр айналдырғанда 1,2 метр. Бұл жағдайда ауырлық күшінің жұмысын жазамыз. А тең F А көбейтілген S және бұл жерде биіктіктер H1 минус H2 тең 4 метрден 0,7 метрді алып тастасам 3,3 метр қалады. Бірақтан да бұл жағдайда біз перпендикуляр түрде жылжытқандықтан А тең F көбейтілген S көбейтілген косинус альфа ауырлық күшінің жұмысымен жылжытқан кездегі жол бізде перпендикуляр уақыттан осы кездегі бұрышымыз бізде косинус 90 градус болады. Косинус 90 градуста оның мәні 0-ге тең. Олай болса, бұл жағдайда жасалған жұмыстың мәні 0-ге тең болады екен. Бесінші есепте 90 км сағат жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 1,2 тонна автомобиль тежеліп жылдамдығы 36 км сағатқа дейін азайтты. Үйкеліс күші қандай жұмыс атқарады? Берілген бойынша жазаламыз. В1 тең 90 км сағат, В2 тең 36 км сағат және массасы 1,2 тоннаға тең. Жұмысты табуымыз керек. Үйкеліс күші қандай жұмыс атқарады дейді. Енді есепті шығару үшін километр сағаттың бәрін метр секундқа айналдырамыз. Сонда 90 км сағатты 1 километрде 1000 метр бар және 1 сағатта 3600 секунд бар. Сонда 900 мыңды 3600 бөлетін болсақ 25 метр секундқа тең болады екен. Сол сияқты 36 км сағатта 1000-ға көбейтіп 3600-ға бөлетін болсақ 10 метр секунд шығады. Ал 1 тоннада 1000 килограмм болғандықтан 1200 килограмм болады. Ол үшін біз А тең М В квадрат бөлінген 2 минус М В2 М В2-ның квадраты бөлінген 2 формуласын қолданамыз. Сонда мәндерін орнына қоямыз. Өйткені біздің жылдамдықтар азайып бара жатыр дейді. 1200 көбейтілген 25-дің квадрат бөлінген 2 минус 1200 көбейтілген 10-ның квадрат бөлінген 2. 1200 бен 2-ні қысқартып жіберсек 600 көбейтілген 625 минус 1200 тағы да 2-ге бөлсек 600 көбейтілген 10-ның квадраты 100. Сонда 375 мыңнан 60 мыңды алып тастайтын болсақ 315 мың болады екен. 315 мың джоуль немесе килоджоульға айналдырсақ 315 килоджоуль болады екен. Сонда біздің үйкеліс күшінің жұмысы 315 килоджоульге тең. 6-шы есепте Сатурн күнді бір айналып өтті. 5-15 сурет. Егер Сатурнның күнге тартылу күші 38 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі ньютон болса, ол қандай жұмыс
жасаған Сатурн орбитасының ұзындығы 9,10 дәрежесі километрге тең. Есептің шарлы жолы келесі бетте. Берілген бойынша жаза аламыз. F-тен 38,10 дәрежесі ньютон. S немесе L қашықтығы деп атыр ғой. Бұны S деп талауы 9,10 дәрежесі километр. Халықаралық бөліктер жүйесі бойынша километрді метрге айналдыратын болсақ, 1 километрде 1000 метр бар, сонда 9,10 дәрежесі метр. Енді бұл есептеу бізде жұмысымыз қандай жұмыс атқарылады дейді. FA көбейтілген S. Біз егер осы формуланы қолданып шығаратын болсақ, 38,10-ның 20 дәрежесі ньютонды көбейтеміз 9,10-ның 12 дәрежесіне. Сонда 342,10-ның 32 дәрежесі джоуль жұмыс атқарылады. Бірақ бұл есепте біздегі тартылу күшімен жаңағы айналып өткен жолы бізде перпендикуляр болғандықтан ол арасында бұрыш косинусқа тең, косинуспен анықталады. Сол кезде біз А тең F көбейтілген S көбейтілген косинус альфа формуласын қолданатын болсақ, бұл жағдайда косинус 90 градус тік болғандықтан 0-ге тең. Бұлай болса біз мәндерге F көбейтілген F-тің мәні және S-тің мәні және косинус альфаның мәнін қоятын болсақ, бұл жағдайда бізде жұмыс 0 джоульге тең екен. 7-ші есепте берілген 3 ньютон биіктікте орналасқан массасы М жүк H биіктіктегі төбеге сырғанап түсіп тоқтады. 5-те 16 сурет. Ауырлық күші мен үйкеліс күші қандай жұмыс атқарған? Есептің шарлы жолы келесі бетте. Бұл жағдайда ауырлық күшінің жұмысы АН. Ауырлық күшінің жұмысы дененің жүріп өткен жолына тәуелді емес, тек бастапқы және соңғы биіктіктердің айырмасына ғана тәуелді. Олай болса, ауырлық күшінің жұмысын жазып аламыз. mg h жақшан іште h1 минус h2, мұндағы h1 тең үлкен h-қа және h2 тең 0-ге. Демек, ауырлық күшінің жұмысы mg h-қа тең. Енді үйкеліс күшінің жұмысы А үйкеліс энергияны сақтау заңы бойынша дененің бастапқы механикалық энергиясы Е1 атқарылған үйкеліс жұмысына және соңғы энергиясына Е2-ге жұмсалады. Дене тоқтағандықтан соңғы энергиясы 0-ге тең. Олай болса, Е1 қосылған А үйкеліс тең Е2-ге. Е1 орнына біз мәнін қоятын болсақ, mgh қосылған А үйкеліс күші тең 0-ге. Бұдан үйкеліс күшінің жұмыс шығады. Сонда А үйкеліс күші минус mgh-қа тең. Жауабы ауырлық күшінің жұмысы А mgh-қа оң жұмыс атқарады, өйткені қозғалыс бағытымен бағыттас. Ал үйкеліс күшінің жұмысы А үйкеліс теріс бағытпен есептеледі. Минус mgh теріс жұмыс, өйткені энергияның кемуіне әкеледі екен. 8-ші есепте берілген дене 10 метр биіктіктен еркін құлап түседі. Оның жер бетінен 6 метр биіктіктегі жылдамдығы қандай? Берілген бойынша есептің шартын жаза аламыз. H1 тең 10 метр және H2 тең 6 метр. Бұл жерде еркін түсуде 10 метр бөлінген секунд квадрат және бастапқы жылдамдығымыз біздің 0-ге тең. 0 метр секундқа тең. Енді біз жылдамдығын табатын болсақ, биіктіктегі бұл жерде биіктігіміз H1-ден H2-ні шегереміз, сонда 10 метрден 6 метрді шегеретін болсам 4 метр болады. Жылдамдық табудың формуласын қолданамыз. В тең турасына 2G, жақшан ішіне H1 минус H2. В тең турасына 2 көбейтілген G деп отқанымыз 10 және H1 мен H2-ның айырмасы бізде 4-ке тең болды. Олай болса 2 көбейтілген 10 көбейтілген 4. Ол тең болады екен турасында 80-ге. Турасында 80-нің жуықтап мән табатын болсақ, 8,194 метр секундқа тең. Олай болса, оның жер бетінен 6 метр биіктіктегі жылдамдығы 8,194 метр секундқа тең екен. 9-ші есепте бала серіппелі тапаншадан вертикал жоғары массасы 5 грамм снарядты атқанда ол 40 метр биіктікке көтерілді. Егер серіппенің қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр болса, атқанға дейінгі серіппенің деформациясы қандай болған? Есептің шарлы жолы келесі бетте. Есептің берілген шарты бойынша жаза аламыз. М тең 5 грамм, К тең 200 ньютон бөлінген метр қатаңдық, H тең 40 метр, G тең 10 метр бөлінген секунд квадрат. Енді бізге жаңағы нені табамыз. Бұл жағдайда есеп шығару үшін 5 граммды килограммға айналдыратын болсақ, 0,05 килограмм. Шешуінде бізде потенциалдық энергиямыздың
мәні еп тең еп2-ге. Олай болса, энергияны сақтау заңы бойынша салған сетпенің потенциалдық энергиясы толығымен снарядтың көтерілу биіктігінің потенциалдық энергиясына ауысады. Сонда kx квадрат бөлінген 2 тең mgh. Бұл шектен біз x квадрат табатын болсақ, 2 mgh-ті бөлеміз k-ға. K-ның өзін табатын болсақ, турасы бойынша жазам. X-тің турасында 2 mgh бөлінген k-ға тең. Орнына сан мәндерін қойып есептейміз. 2 көбейтілген m-нің орнына 0,5 көбейтілген g-дің орнына 10, x h-тың орнына 40 қоямыз. Бөлімде 200 ньютон бөлінген метр. Сонда алымында 4 шығады, бөлімінде 200. Бұл турасында 4 бөлінген 200. 4 200-ге бөлетін болсам, турасында 0,2-ге тең. Одан біз түбір табатын болсақ, 0,141 метр. Метрді сантиметрге айналдыру үшін көбейтеміз. Сонда 100-ге көбейтетін болсақ, 14 сантиметрге тең болады екен. 10 есепте қалыңдығы 5 сантиметр тақтайды тесіп өткенде массасы 9 грамм, оқтың жылдамдығы 600 метр секундтан 200 метр секундқа дейін азайды. Қозғалысқа кедергі күшті анықтаңдар және оны тұрақты деп есептеңдер. Есептің шығару жолы келесі бетте. Есепті берілген бойынша жазып аламыз. S-тен 5 сантиметр, M-тен 9 грамм, бастапқы жылдамдық 600 метр секунд, соңғы жылдамдық 200 метр секундқа тең. Біз енді осы кездегі күшті табуымыз керек, кедергі күшін. Халықаралық біріктіру жүйесін қолданатын болсақ, сантиметрді метрге айналдырсақ 0,5 метр және 9 граммды килограммға айналдыру үшін 0,9 килограмм. Біз бұл жерде А тең дельта К-ға тең. Сонда F көбейтілген S тең mv0 квадраты бөлінген 2 минус mv квадрат бөлінген 2-ге. Осы жерден біз F табатын болсақ, F тең m жақшаның ішіне v0 квадраты минус v квадрат бөлінген 2s-қа. Орнына сандарын апарып қоямыз. Сан мәндерін қойып есептейтін болсақ, алымынан 2880, бөлімінде 0,1 болады. 2880 0,1-ге бөлетін болсақ, 28800 ньютон болады. Біз килоньютонға айналдыратын болсақ, 28,8 килоньютон болады екен.